Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дауылпаз бабалар мұрасы. Мақсаты дауылпаз аспабымен танысу, ертеде өткен әрекетті баяндап үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока – дауылпаз – это наследие предков. Сегодня познакомимся с инструментом под названием дауылпаз, пройдем давно прошедшее время глаголом. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер ұрпақ – это поколение, жау – враг, жорық – нашествие, бақсы – знахарь, либо шаман, жаршы – глашатай, және дауыс күшейткіш – это колонка. Жаңа сөздерді дәптерге жазып аламыз. Және де суреттер арқылы есте сақтаймыз. Бірінші дауыс күшейткіш, жаршы, шаман, дауылпаз. Келесі. Екінші тапсырма, яғни мәтінді тыңда. Біз қазір дауылпаз туралы мәтін оқимыз. Ребята, сейчас будем читать текст про музыкальный инструмент дауылпаз. Тыңдаймыз. Дауылпаз ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан мәдени мұра. Дауылпазды менің білуімше, ата-бабамыз соғыста, әскери жорықта қолданған. Өз әскеріне белгі берген. Кейде бақсылар да дауылпазды ауруды емдеу кезінде қолданған. Оған қоса аң аулау кезінде аңшылар да пайдаланған. Бүгінде дауылпазды музыкалық аспап деп білеміз. Кеше жаршыны көргенде қатты қорықтым. Жау келді деп түсіндім. Бұрынғы заманда дауыс күшейткіш, газет пен журнал болмаған. Жаршы халықты өзіне қарату үшін дауылпаз соғады. Көне ғасырда дауылпаз өте маңызды құрал болған. Тағы бір оқимыз. Ребята, еще раз прочитайте текст вместе с переводом. С помощью этого текста вы узнаете, для чего еще дауылпаз использовалась. Келесі мәтінмен жұмыс үшінші тапсырма. Сөйлемдердің дұрыс бұрыстығын анықтам. Следующее задание по тексту. Нужно определить, какое из этих предложений правильно. И правильное предложение нужно проговорить устно. Енді келесі есте сақта, яғни грамматика. Как я ранее говорила, сегодня будем проходить давно прошедшее время глагола, который образуется с помощью суффиксов ганген, канкен. То есть если в действии, если говорящий человек уверен в этом действии, то это действие очевидное. Это время глагола образуется с помощью суффиксов кан-кен, который добавляется после глухих согласных, и ган-ген, который добавляется в остальных случаях. Затем следует личное окончание. Мысалы, бару сөзін алайық. Слово бару – это неопределенная форма глагола. Убираем букву у нас остается основа глагола бар. Вот к основам глагола прибавляются вот эти вот суффиксы. Бару – бархан, то есть он ходил. Кельген – он пришел. Айту – айтхан – он сказал. Сөйлесу – сөйлескен – он разговаривал. Ребята, здесь глаголы идут в третьем лице, поэтому нет никаких окончаний. Енді ереже бойынша 5-ші тапсырманы орындаймыз. В 5-м задании вам нужно будет по этому правилу выполнить задание. Мысалы, вам даны глаголы, которых нужно образовать в давно прошедшем времени. Мысалы, беру, берген. Вот таким образом вы продолжаете. Это задание письменное, выполняете в тетради. Балалар, енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.